Мақсатымыз президент ұсынған әділетті қоғам идеясы жолында шынайы еңбек ету. Осылай деген Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болғанын айтты. Кездесуде күнгі өңірді кеңінен дамыту бойынша бірқатар тапсырмалар алған. Алдыңғы аптада мен президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының қабылдауында болдым. Қабылдауында және бір рет осы облыстың жағдайы туралы баяндама жасап, және сол жерде нақты тапсырмалар алып шықтым. Бұл ретте еліміз жаңа дәуірге қадам басып отыр. Әділетті Қазақстанды құру ісі басталды. Алдағы жылдың қиындығы да аз болмайды деп отырмыз. Бірақ ауқымды саяси өзгерістерді ашықтық, әділдік пен өзара сенім арқылы бірлесе отырып жүзеге асыратын болсақ, бізді алдымызда жарқын болашақ күтеді дегенге біз сенімдіміз. Өздеріңіз білесіздер, мемлекетіміз қыркүйек айында жолдау жасады. Жолдауында осы халқымыздың көкейінде жүрген барлық мәселелерді көтеріп, соған сәйкес тапсырмаларды беріп, ол тапсырмалардың барлығы биылғы жылдан басталып іске асырылып жатыр. Өңір басшысы алдағы уақытта ел президентінің тапсырмасы бойынша аудандарды дамытуға көп көңіл бөлеміз дейді. Былтырдың өзінде Созақ ауданында өнеркәсіп өнім көлемі 519 миллиард теңгені құрап, 2021 жылмен салыстырғанда 100 миллиард теңгеге артқан. Инвестиция көлемі 61,2 миллиард теңгені құраған. Ал алдағы 2 жылда 475 миллион теңгеге жеті инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Ауыл шаруашылық саласындағы жалпы өнім көлемі 19,7 миллиард теңгеге жетті. Сонымен қатар Созақ аудандағы елді мекендердегі ішкі көшелерді жөндеу үшін бюджеттен былтыр 442 миллион теңге бөлініп, 34 шақырымды құрайтын 23 көше жөндеуден өтті. Осы жылы мемлекет қазынасына 27 шақырымды құрайтын 24 көшенің жөндеу жұмыстарына қаражат бөлінді. Сонымен қатар биыл ауданда облыстық маңызы бар 5 автомобиль жолы жөндеуден өтеді. Қазір құрылыс жұмыстары жүріп жатыр.